Сәлеметсіздер ме? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы жатыс септігі. Сабақты жүргізетін мен Құттымұрат Балсия. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйіміз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастаймыз. Шарылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Жақсы білім алуға алға қадам бастаймыз. Оң жақтағы көршіге, сол жақтағы көршіге қайырлы таң дейміз. Содан кейін баршаға сәттілік біз тілейміз. Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Үйге қандай тапсырма берген едім? Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. 27-28 беттегі 54-55 жаттығуды орындап келуге берген болатынмын. 54 жаттығуда берілген сөздерге табыс септігінің жалғауларын жалғап жазу керек болатын. Ал 55 жаттығуда табыс сөздігіндегі сөздерді жазу керек болатын. Барлығымыз түгел орындадық па? Тамаша, кітапшелерімізді ашып қоямыз, мен тексеріп шығамын. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз мына бейнебаянда жасырынған. Бейнебаянды көріп, мазмұнына байланысты тақырыбымызды болжап көрейік. Бейне бойынша өз болжамдарыңды айтып көріңдерші. Болжамның дұрыстығын қалай дәлелдейсіңдер? Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл бейнебаянда жатыс септігі жайында айтылған. Яғни, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жатыс септігі. Ал қазір өткен тақырып бойынша жылдам сұрақ жауап өткізейік. Морфология нені зерттейді? Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің зерттелуі дегеніміз не? Қазақ тілінде неше септік бар, және оларды атап беріңдерші. Атау септігі дегеніміз не? Ілік септігі деген не? Табыс септігі дегеніміз не? Жарайсыңдар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ең алғашқы тапсырмамызға көшелік. 56 жаттығу. Жұмбақты шешеміз. Жұмбақты мұқият тыңдап ойланамыз. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Жауабы? Дұрыс. Жауабы қар. Ал енді балалар, жұмбаққа назар аударайық. Қарамен жазылған сөздің қай септікте тұрғанын айтып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Жатыс септігінде тұр. Балалар, ал енді сол жатыс септігінде тұрғандығын дәлелдейікші. Ол үшін ең алдымен қыста деген сөзге сұрақ қойайық. Қыста деген сөзге сұрақ қойып көрейікші. Қыста. Қайда? Дұрыс. Қайда деген сұрақ қай септіктің сұрағы? Дұрыс айтасыңдар. Жатыс септігінің сұрағы. Жарайсыңдар оқушылар. Ал қазір жеке жұмыс орындаймыз. Қара жадта айт жап жаз әдісін қолданамыз. Яғни тақтада тұрған мына екі мақалды оқып жатқа жазасыңдар. Содан соң осы мақалдардан жатыс септігінде тұрған сөздерді тауып астын сызасыңдар. Жарайсыңдар. Ал қазір бойымызды сергітіп алайық. Ал қазір жұптарыңмен жұмыс жасайсыңдар. Кім шапшаң ойынын ойнаймыз. Қай жұптың шапшаң екенін анықтаймыз. Тақтада тұрған мына 4 маман иесінің біреуін таңдап, сол бойынша мәтін құрайсыңдар. Яғни сол мамандыққа байланысты мәтін құрайсыңдар жұптарыңмен бірге. Жарайсыңдар. Ал енді мәтіндеріңнен жатыс септігінде тұрған сөздерді сұрақ қою арқылы табасыңдар. Жатыс септігінде тұрғандығын жұптарыңмен бірге дәлелдейсіңдер. Жарайсыңдар. Ал енді жұптар бір-бірлерінде басбармақ әдісін қолдану арқылы бағалаңдар. Тамаша. Ал қазір біз сыныппен жұмыс жасаймыз. Тақтаға назар аударыңдар. Тақтадағы суретке қарап, сол сурет бойынша барлығымыз ауызша әңгіме құрастырайық. Суретте жылдың қай мезгілі? Дұрыс, қыс мезгілі. Суретте не көріп тұрмыз? Бір қыз бен бір ұлдың торғайларға жем беріп жатқанын көріп тұрмыз. Қандай құстар бейнеленген? Дұрыс.
Қарға, торғай құстары. Екі бала құстарға жем беру арқылы не істеп жатыр? Дұрыс, құстарға қамқорлық көрсетіп жатыр. Табиғатқа қамқорлық жасап жатыр, е? Тамаша. Жарайсыңдар, ал енді осыған қарап барлығымыз әңгіме құрастырайықшы. Кім өз нұсқасын айтқысы келеді? Және де кейіпкерлерге есім қоюды ұмытпаңдар. Жарайсыңдар оқушылар, өте әдемі әңгіме шықты. Тамаша. Балалар, мен қазір кез келген оқушыны журналист етіп сайлаймын. Ол оқушы бүгінгі сабақ бойынша сыныптағы оқушылардан сұхбат алады. Яғни, қай кезең ұнады, қай кезең ұнамады, қандай білімді меңгерді, қай білім есінде қалды, және де тағы да басқа. Жарайсыңдар оқушылар, рахмет. Ал енді жалғастырамыз. Сол журналист оқушы сұхбат алмаған оқушылардан бүгінгі сабақтың ұнаған, ұнамағанын, қандай деңгейде өткені бойынша сұхбат алады. Жарайсыңдар балалар, рахмет. Үйге тапсырма болашақ мамандықтарың жайлы эссе жазып келесіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.